шығатын шыға құсасым келіп көңілдерім былғарып қарадым. Мен пішен кірті ятам, пішенні қаптап қойдым мен шының білән. Сөзі шығыр егетлер, сөзі шығыр Пандемия вақытында бір сериал қарай баштадым. Как избежать наказание за убийство. Бұл бетінде сериал тұғыл, бұл недері план шекелі. Хынар вәкилләре вәзғияты білән біргәләп іштар еді. Мәғына никакущий, конечно, но матур. Да, но матур. Андан соң бір атынан домашний арест берділер. Үйден шығармадылар. Ол елағанлар, ол ялварулар, ол үтінулер просто мені жошында кіріп қалған. Насың кішай біріне қағалған. Сәлем дуслар, Тәрәзәләр проекты. Бүгін біздің қонақта Әбри Хавриев. Әбри Хавриевні тоныштырырға смысл жоқ енді, әйме дуслар? Барлық татарлар білелер. Кім ол Әбри Хавриев? Жоқ, менің қызық сұрау сразу баштан. Менімше Әбри татар радиосынан кеткен еді. Бір ел елік, или ярты ел елік, как будто бы менің есімде шулай қалған. Қазір ол шундай фонда отыра, татар радиосы баныр районда. Менің екі вариант, екі вариант. Біріншісі, сен үйде өзіңе стенаға палас урынына шундай баныр жасадым. Обой урына. Ностальгировать етіп ята үйде. Да. Екінші вариант, сен Гүлназ Сафарованың үйінде, білмеймін. Үшінші вариант бар тағы, үшінші вариант. Үшінші вариант айтамын, ол татар радиосынан кеткенде бұшқылы білен кетмеген нәсәдірлік кеткенімізі біле. Выходной пособиесі шундай болған аныңда. Золотой парашют. Үшінші вариант көбірек торы келе. Мен пішен кірті қыртында ятам, пішенні қаптап қойдым мен шының білән. Ой, дуслар. Шыннан да бұл қоққа бек ұшаған, шынки менің ауылда шулайық татар лигасы баннерлары бегірек көп. Президент, білесіз ме? Достар, президент біту вертолетта ұша бітінде Татарстанды үші бара бітінде бірәр қойда барғанда. Ол сармандайын ұткенде, ё-майо, мұнда КВНді қара нешік ұша біттіріп үшлейлер. Бүтін басында КВН баннерлы, yorықталар ие. Жоқ, егетлер, ұрларға яратқан кіші ғымыр бойы ұрлайынды, олағынан бірі қая яшырып болмайды, әрсі айтасың енді. Бәк көңілсіз келіп шықты, конечно, президенттан соң сразу ұрларға яратады кіші сөздерін кіргекеш. Әзгілі көңілсізірек шекілді тұйылды. Сөзі шығыр егетлер, сөзі шығыр. Әбри, сенің нешік хәлләрің, міне самоизоляция болды біт енді, нешік өтті, нейді планнар, әзірек сөйлеп кет бізге. Пожалуйста. Әтузды, мен ол самоизоляциядан бар тек өтіме плюслер гіне таптым. Ауылда аттым, жай бойы ішлеріні бір ай ішінде, 2 ай ішінде рәхетлеріп ішлеп аттым, қимақ құрдым, туалет ясадым, атмосфера ішлеп. Насың білеміз? Су қиындым, тағын нәрсе енді. Уақыт ектілер білен бек көп. Бітті все. Рәхетлерім. Сен шонды қызық еттіріп сөйледің, нені ясадым, тегені еді дым, как будто гитарада теге бардылар отыра бет, разынбам. Разынбам ношырай. Әбри, міне туалет темасына кіріп кетесі келмейді, конечно, но туалет ясадым. Но сен ясағаш кіресі болашақ. Абонементтар бар, татырмын. Туалет yok еді, что ли, до этого? Бар еді, ескі еді, 46-шы елғы. 46-шы елғы. Уранда еді, шунды, уранда теге стандарт нейма. Әйе. Қазір сені үйге кірттің? Үйде менің туалет көптен бар енді. Бұл жайғы версия, рәхәтленіп, хауа сулап, табиғат құшағын.
Жилфердау Edition называется. Yes, it is. Yes, of course. Жилфердау Edition. Жилфер, дим. Мен мына әбірейтегі 46-шы жылғы туалетті кешмейтем, анын сөйтірген ешек қолын көтерілді. Бұл бит уже достояние. Бұл бит уже достопримечательность 46-шы жылғы туалет. Ну шоңа көрәм тігі түзіліш министрлігінен документларын көп жиырат. Сөйтіріш пацанос. Яры әлі ЮНЕСКО фондына кіртмәділер, брат. Аллаға шүкір. Әгер да ЮНЕСКО фондына бұл бәдірәф кіріп болса, яңа бәдірәфке әйленіп ұзырға тұры келері. Тұрға барып болмасы. Ой, сіздің бәдірәф мұнда ма? Йоқ, бұл ескісі әйдәгіз яңасы әдірәк дегендерек. Бұл бейік қырқыз, пожалуйста. Әбри, нинди планнар сенің сөйлеп жібер бізге келешекті нешік көресің? Екінші вална бола ма, юқ ма? Сенің ойларың нинди? Бұлырға да мүмкін, бұлмасқа да мүмкін. Мен әлгін айта алмайым, мұнда уже Путин абы нәрсе деп айта, шулай бола енді. Вторая вална бола ма? Путин в смысле такой крутой, что даже коронавирус қайты, нәрселерге. Конституцияны полностью яңадан жасағанды коронавирус шағым мұнда баши күште кетті. Бірәр нинди той барамысың қазір? Веранада Нәк бұл мезгілде. Нешіктір міне тігі қошып тігі той өткірәлер ме? 100 кіші жиып тігі бәлекей залда ме? Шындай бірлер бар ма? Міне мен как раз әбіреге шындай сұрау беруге тілеген едім. Әбіре бит енді әйте қазір тігі 50-ден ортық кіші жиылмай, жейгі верандалардағына. Міне мен қарым Инстаграмда әбіренің ял сайын жұмға, шимбе, яшілер білен фотоға түші. Екі вариант енді мұнда традиция бойынша. Біріншісі бұл енді ұзған елінің фотолары ол тігі не выложенные, так сказать, выкладывает. Яки бара туйлар. Банкет залларын. Руслан, анда ровно 50 кіші. Барысы да веранда бар. Кетер, тыныш санығыз. Ғабділфәт Сафин мұнда болса шушы жүрді башқарыры. Күнләшімі. Аңладың ма, Руслан? Yok, мен егітлер, все нормально. Мен де алып барам, только біздің 30 кіші. Вот. Егітлер, мен аңладым, білесіз ме? Бұла бет шындай тігі проблема яшыларының, бұла бет шындай проблема. Міне бұл кішіні шоқырыға ма, юқ ма, тігі двоюрдыны шоқырыға ма, юқ ма. А қазір, любой кішіні шоқырмасам, братан, 50 кішігіні, сен 51-ші кіші бұлырға тейшідің, ғафу. А можно білесің біз нешік? Бұла бет шулай тігі, мәселен, ең баштан сен 80 кішіні шоқырдым, міне туйға бірнеше күн қолғаш тігі, біз келе алмайбыз тігі, бала шерледі, білмеймін, іштен жібермейлер, бұла бет енді кіші отваливается. Классно же, шоқырасың 80 кішіні, и ишікке қоясың охранникны, и ол шутлы, кім бірінші келе 50 кіші. Все, анары ишікні яба, беклей, бір кімні кіртмей. Йоқ, сразу айтып қоясың, шоқырасың 100 кіші, айтасың, туйға бет гүлсің оқалар, Татарстанда бұсы бірінші 50 кіші кіра қолғаны ғафу етеге зукалештен yok, все. Мұнда туғанда yok, бұста yok. Кім бірінші келді? А прикинь, міне бүтінісі 100 кіші, бүтінісі де келсе, 100 кіші келсе, мәселен 50 кішісі балкет залында, 50 кішісі ұрамда. Ширатта. Перекур уақытында алар олышыналар просто. Біз ошап келеміз. Yok, кімдір туйды енді, кімдір туйды қора, туйда кете, аның ішіне кімдір кіреді. Қазір торговый центларыны ашчылар бит, анда ширатлар, зур ширатлар тұра бит, мегаға, шулай оқ, барлық туйларға дағы ширатлар басып тұрсын. Әмин тағы да Айда бірі. Сән бірінші бөлікті 50 кіші отыра, қалған 50 кіші орамда ері. Екінші бөлікті, бірінші бөлікті кішілер орамға шыға, орамдағылары ішке кірі. Үшінші бөлікті уже ішік бұлдырала. Үшінші бөлікті кім ояқта қалды? Кім жеңе, кім ең күшлі. Да, вот, зато вот көптен енді туйларда суғышлар көрген yok. Міне вот самый идеальный вариант бұла бұл. 50-ге 50 деген. 50-ге 50, да.
Көрәсіңіз, сіз көрәсіңіз. Гаиләсе. Қарағыз әлі, шолы жігітлеріне, көптен тойларда соғыш көрген жоқ. Тойымыны ол вообще. Хамайны білесіз барығызда. Ай. Илдарның 30 яшық туған күнін уздырған ек. Бұнан бір 8-9 yıllık мекен енді ол. Бәйрәм башланды. Енді біз Загородым, домиклар снимать еткенлері. Шында Зülfat Зинуров ең бірінші болып тост айтты. Міне матур ғана башланып кетті, Аллаға шүкір, әлі бәйрәм көңілігіне барса, ақырда бұзы сұғышып аларбыз дейді. Бәк прикол қабыл еттік тайын, лаға қақа күлдік. Туған күнні біз отырышып өттік, барыс тәртіпті, ұйықларға яптық. 15-20 минут ұзғандыр, ене кіріп ұйықлағаннан соң, түнгі 12-лер, 1-лер болды мекен. Орамда дүмбір шатыр нәрсері, қышқырышалар, ақырышалар, бақырышалар, тәрізден шығып қарасам, күрішлер білен біздікілер соғыша башлағандар тігінде. Просто кімдір бұл сөздеріні установка кебі қабыл етті, и типа, так, по-любому, Зülfat етті соғышырға керек. Руслан, даже установкада түгіл, бұл план, так, яра, ошау, ішеу, нету, суғышу, бұл планы чып қолғанын білгеш, жүқлаған жерінен тұрып, блин, қолды, ұныттым, дәки, ұныттым deyip, ойладым, ұныттым deyip. Кімді табырға, мені яры көрші бар. Қазір бигерек яқшы бар айынды. Міне, какая свадьба без драки деген сөз ол бет еліктен келген айбын. Қазір барлық тойларда бір кімді суғышмайын шектір. Мендер хәлсіз тойлар қызық түгіл кіріс. Қазір меніңше... Қар бір тойда суғышы болса қызығарақ болыр деп етінде, әлбәт. Білмеймін. Сен Зülfat янына бараға керек, ол эксперт. Зülfat эксперт бұл сөзді. Рамел. Сен тойларыны СИЗОда уздырырға керек пақылды. СИЗОда. Анда кімді үйлендірге гіне? Или бойцовский клубта. ММА. Қазір тәрәпіске шығабыз. Бірінші ринг башқа кияу білән бажай соғышады. Әйбәт енді, міне барлық тамадалар комментатор болалар, комментатор ММА. Қарша алабыз сенем углу ринга. Қарағыз әлі. Міне бұл СИЗОда өткен тойлар қызық ешеме тәнәфіс уақытында алар просто прогулкаға шығалар, иқуларын орта қойып бай, круг бойынша үйрілер байтып. СИЗОдағы тойда перерыв солай шығарды. И музыка хоровод уйны, яки карусель, Жоқ, анда музыка, ах, это свадьба, кружилась. И плясала. Everybody dance now, don't. Мы подумали, Әбри біз мұнда ойладық, Everybody dance now, татаршаға тәржіме етілі, Әбри тәні бейі мұнда. Everybody dance. Everybody dance now. Әбри, сенің концертлар, сен бетінде қазір концертлар язасың деп үмітленеміз. Нендір яңа материал? Яңа материаллар іздейбіз енді әзірленеміз. Коронавирус турында бар ма бірер мәзәк, брат? Коронавирус білән бәйлі тулысынша әліге материал жоқ, тек коронавирус арқасында барлыққа келген вазғиятқа негізленген номер әзірлене. Бәлки Вазғиятқа номер әзірлене. Пародия. Онлайн сабантуй. Онлайн сабантуй. Қызық тема. Тема вообще классный, да. Ол әлбәтті енді тегі онлайн күріш, әйма тегі. Дәрсә болып бітер, мен әлігі yazıла. Онлайн күрешу, это же, сөз күрешу получается. Син урод. Жоқ, син урод. Онлайн күреш әтем нешік. Мен сені, короче, мені қазір ләктірдім, мен иқам көтерем. Жоқ, сен мені көтерем алмайсың. Мен мені мұнда тірсәкіні қойдым, короче, и бұтының. Мен бейт башта сол қолымны сенің оң қолыңның қолтыға астыра тықтым. Стоп. Мен судья. Мен барысында көрдім. Әбрежіңді. Жоқ, мен барысында ишіттім. Көрдім, онлайн бет, мен сізді көрем бет. Әне бет, қолым. Қоя қолым. Рүстем, қолыңны көтер әлі. Хвайттан да, сен уже взрослый мужик. Қоя екеншісін.
Шутки! Шутки! Про трусы за 300. Бұл айта аласың ба? Ох ты! Ничего себе. Ол бит Әбринің бірінші концерті ол yorты сағат не болды, айта бересің ғой? Әбри, әйді, бір әйбі көрсетейін ме? Скорый 3 кішіні алып кетті. Әбри, әйді, бір әйбі көрсетейін ме? Міне онлайн сабанту дедік бит, менің бар yoңалық бұл темаға. Южный Корея, мен әр уақыт Южный Корея турында нендір yoңалық айтам. Южный Кореяда фестиваль, сос фестивалі, анда ел сайын сос фестивалі, сос. Сос? Грязь. Мен сос дейді, сос yazarlar бит. Помогите! Сос фестивалі. Южный Кореяда сос фестивалі типа, бұл шығыз бізге. Северный Корея яғына қыштыралады. Бұл шығыз. Северный Кореяда үзләранды. Ярый, менә шул сос фестивалін онлайнға көшірділер. Һәм инде һәрбір кеше өзінің ваннасына сос тутырып, созда отырған, һәм онлайнға шыққанына былай тіреп, һәм шундай сос фестивалі өтті мен. Менә қызық сұрау егітлер. Менә ол сос фестивалі ол анда нәрсе эшләр? Нинди аның движогы нинди? Нинди аның вообще суть нинди? Сабантуйда аңлашыла, мақсаты да. Сабантуйда аңлашылды. Көрәш көтәләр, ат чабышын көтәләр. И шул вакытта үзләре чабалар күкәй белән, йомырка белән, спалак белән. Менә сос фестивалендә нинди мақсат анда вообще? Мәгънәсе юк, шуннан да. Мәгънәсез фестиваль дип атарга була аны. Бәлки. Сен бит инде Корея якларынан сөйлесең бөтен яңалык. Кореяда дип мәлесең менә? Әйе. Сен туган ягында жүнләй берек бит инде. Шуңа күрә. Бетон фестивалі ясап, нендей сазға инде, просто ванна ішіне бетон саласың, готовый, әзір бетон, шықырдап қата тұрған. Әбірінің бүтін ойлары түзіліш яғына. Әбірей, бізде бит инде ауылларда бетон фестивалі нақшылы үткерлі, просто анатыға қотырмайлар, ванна ішіне солып бұлғаталар да ғана ақысын тосын. Матик білән, тяпка білән, остан писуын көтәріп, бұлғатып. Бізде ала дейсен, бұқ фестивалі да ұздырылар. Қар ел сайын. Сыйыр тизәгін жияларда, суға салаларда, бұлғаталарда, помидорға сивәлер. Онлайн ясарға керек. Менің яңалық Татар радиосы турында, егітлер. Татар радиосы турында. Актуал. Менә актуал. Чөнки хәзер Әбри Татар радиосында утыра. Татар радиосында түгел бит, инде бит. Ну, как будто бы ул бит инде теге үзен Татар радиосында булган утырганны хис итә. Блин, каясың ма? Кая ул? Рамил. Бу минем ишек алды жигитләр. Рамил Шарафиев сиңа эшли икән. Әйе. Кая эшли? Түзеше. Онлайн көтү көтәләр. Онлайн көтү. Онлайн көтү әйтеме инде онлайн көтү ол сен теге сыйырның қойдырып кеткенін көресің да, сыйырға жиясың видео жазғаны бойынша. Сен қоя кеттің, сыйырға айтасың, сен қоя кеттің. Сыйыр, яра, сыйыр әкіріңе бай. Қойтам мен, мында ғана көпші басуына ғана кіріп. Бай, бір көзенгені. Көпшінің басуына ғана кіріп шығам. Қоя бара! Сен қоя кеттің сосын, сен неге үйресің сыйыр. Сен біздің янға өзіңнің келген жоқ, мен қойтам тескен. Все, пока. И скидывает, прикинь, и дальше сен аны жиясың, ол просто скидывает и трубкасын алып. Иші бір қалау алып кетесің. Жаңа шалтыратасың, трубканы өгіз алады. Шыққан шынды яңалық. Күтігіз дегенлер, бұйыл бик салқын, аномаль, бик салқын қыш келешек делер. Бізге аномаль диләрінде аны, бик салқын диләрінде аны бізге. Біздің бик салқын қышлар қойғаны бұлар 35-40 градусқа да үшіп жеткені бар. Әйті бұлмай аномальны дейіп. Бұлар нендей температура тұрында сөйлейлер мекен? Я бұлар болғаны елғаныларында мені ойлауым бойынша еме, ой 35 градус салқын болады дейіп. Я бізді шыннан да көті әйбәт қыш.
Bizde aytалар бит инде, синоптиклар bizde bir генә тапкыр ялгыша. Тик нигәдер көн сайын дигән. Ансы нәк шулай. Ансы нәк шулай. Ничек булар, анысын бер Ходай гына белә. Нәрсә буласын, нинди кыш буласын. Инде любой кышка әзер, без бит инде бала чакта 35 градус суыкта мәктәпкә бармый идек. Аллага шөкер мәктәпкә барырга барасы юк бүген шәп дип урамга уйнарга чыгып китәк бит без диваналар. Во. Кел чыгар. Нинди тавыш Звонят. кемгәдер күршеләр. Типа туйдарда инде теләсә нәрсә сөйләп анда. Нинди фестиваль грязи тагын. СОС фестивале, жүлер мәлләсез. Каян аласыз шулай? Ну, братан, от кого наберешься, от того и поведешься уж. Да. У нас, знаете как? Фестиваль грязи в России уже прошел. Значит, завершался фестиваль грязи 1 июля. Теге менә кышлар турында, аномаль суык кыш турында әйтәсе килә. Что русскому холодно, то татарину жарко. Вот так. Это шикарно. Татарча бик мактады урагы. Смеется тот, кто смеется последний, между прочим. Рахмат. Ансыда дөрес Равил. Дип кенә җырлап куймыйм монда. Менә пандемия вакытында бөтен кеше 2 ай өйдә утырды. Карамаган сериалларын карап бетерде, карамаган киноларны, тыңламаган музыкларын тыңлап бетерде. Бездән илдә бит инде теге халык халява дигән әйберне ярата. Торрент трекерда утырабыз бит инде. Нәкъ шулай. Программалар, фильмлар, бөтенесе шуннан кача итәбез. Я онлайн карыйбыз. Оказывается, менә мин бүген иртә белән генә укыдым әле. Оказывается, Германиядә торрент трекер белән кулланган өчен, теләсә нинди торрент трекерга кирип бер нәрсә кача иткән өчен $1000 штраф сугалар икән. Германиядә оказывается махсус оешмалар бар ди. Әлеге оешмалар провайдерлар белән элемтәдә торалар. Әгәр дә торрент трекерлар Türkiye'de bulgan torrent trackerlar bu uyuşmalarının kontrol астында, bizdeki Roskомнадзор кебегрәк инде. Torrent trackerlar ябык түгел. Тик әгәр дә билгеле бер трекерга кергән активлыкны сизәләр икән, провайдерга шалтыраталар. Провайдер кайсы IP адрестан әлеге torrent trackerга разрешение, рөхсәт килгәнен эзләп таба. IP адрес буенча кешене икәнлеген билгелиләр дә почта буенча мотор иттереп квитанция җибәрәләр €1000. Мне кажется, беләсезме, менә бу яңалыкка, теге обычно же пабликларда бу яңалыкны язалар, и берәр фотография куялар, име? Менә мондый фотография була. Мин аңламыйм, шулай $1000, евро. 70 евро, ул бит 80 меңгә бит ул. Белмим. Туалет точно төзү була, әбри. Туалетный бизнес ачырга була. Бу биткә бит можно накидывать, бу биткә бер әллә төрле яңалыклар подходит, мәсәлән, типа. Ну, самое интересное, мин мәсәлән Мөнир Рахмаевның видеосын карадым. Или Руслан, или мәсәлән стример стрим вакытында астына сыйып җибәргән. Сизелмәгәндә генә просто кинәт кенә. Или мәсәлән карагыз. Или мәсәлән 1 июль көнне Путин санаган, анда 30% җыелган. Кызык. Карагыза, мен әйтим ничек Или мәсәлән Рамил янында бик чиста теге әдәби татар телендә нәрсәдер сөйлиләр. Или Руслан,
бек чисто нәрседер сөйлер түгел, таныш түгел сөз айттылар. Мәсәлән, Рамил янында кімдір вазғият деп айтты Рамил. Пропустил, типа, что это такое было вообще? Рүстәм юкка чыкты, Рүстәмнең уже йөзе күренмәй. Хәзер килә. Бу бит аның шын йөзе, беләсеңме? Айе. Рөстәм? Синең йөзең ике трамыны. Айе. Синең физиономияң күренмәй монда. Юк, аның Ибрам я физиономиясы. аңлашыла. Физиономиясын ипотекага бирде ул. Рөстәм, все нормально? Идәндә ята егетләр, идәндә ята. Чагыштырмаш адымлылыгы 349%. Ага. Ага. Кан басымы күтәрелде что ли, брат? Ау? Кан басымы күтәрелде. Давление күтәрелде, әйе, дөрес әйтәсең, давление күтәрелде. Нишәргә белмичә утырам менә. Так, ладно. Беләсеңме нигә? Новость есть. Беләсеңме нигә? Чөнки син 4 тапкыр менә булай. Әйе, это как момент. Кнопка Shift, если залипает, система определяет это как ошибка. Короче, у меня есть новости, пацаны. Давай. Ну, шундай блиц. Минем 3 хәбәр, мен аларны блицман хәзер чәң барысында. Җибәрәм тиз генә. Хәзерме? Беренче хәбәр. Америкада TikTokны ябырга йөриләр. TikTokны Америкада ябырга йөриләр. Чөнки TikTok ул Кытайныкы. Кытайларныкы. Мин аны белмәгән. Алар мәгълүмат җыялар, әйе, халык турында. Әйе, һәм инде Америкада теге TikTok белән кулланмагыз диләр барысына да, бөтен мәктәп балаларына инде әлбәттә, әйме? Чөнки Кытайлар, менә Рөстәм әйткәнчә, Кытайлар мәгълүмат җыялар. Шпион. TikTok шпион. TikTok шпион. Менә нигә мин TikTokка кирмәдем? TikTok үзенең рәсми офисын Бөек Британияда ачырга каршы килгән. Чөнки Бөек Британия белән Кытай арасындагы экономик халат, экономик вазгыять әлеге соңгы арада. Мин аңладым нәрсә ул, вазгыять. Ада тотрыклы түгел, шул нисбәттән Шул нисбәттән TikTokның генераль директоры Бөек Британияда үзенең офисын ачмаячак. Америка турында хәбәр. Kanye West, рэпер Kanye West үзенең кандидатурасын президентский сайлауга чыгара. Президент сайлауларына. Дональд Трамп, Kanye West и Байден. И Тимоти. Да. Владимир Зеленский. Байден. Мора бу дөнья. Минемчә... Мин больше скажу. Kanye West инде үзенең кандидатурасын чыгарды. Әле ул рэпер Jay-Z'га сенатор роленә тәкъдим дә ясады. Әйдә син дә сенатор. Шуңа күрә, Алла бирсә, без киләчәктә кара Америкага барачакбыз. Иң кызыгы, беләсезме, егетләр, получается бит аларның сенаты шундый йолдызлы булачак анда. Ким Кардашьян, Kanye West, Snoop Dogg, кем тагын бар? Snoop Dogg ничектә булса сәламәтлек министрлыгында булачак, исегездә калдырыгыз. Юк, сәламәтлек министрлыгында Майкл Джордан. Тебя не видно, Ростик. Мин хәзер бер әйбер генә эшлим, да бәләкәй генә сезгә күрсәтергә теләгем юк иде, шуңа күрә сездән ачып кына эшлим, һәм менә бер генә секунд. Кәгазь бер генә секунд. Бер генә секунд, әйе. Молодец. Рөстәм, бер генә секунд. Бер генә секунд. Шундый җыр булырга тиеш, яңа җыр, бер генә секунд. Бер генә секундка. Тоталым. Әйдә әле әбри, импровизация, бер генә секунд дигән җырны, ну-ка яза әле тиз генә. Ну берәр моң
бірер күй салып, бірнеше сөз, бірнеше етіп. Вақыт көп бет. Давай. Нәрсе кесіз Бә. Вәзғият сөзін кірді шунда. Ну, сөзді біләсің. Битараф, я знаю, что такое. Битараф воздержался. Сейчас Абри подумает, что в сумасшедший дом попал просто. Ничего страшного, он туда и попал. Ничего себе, Руслан завелся конкретно. Руслан, виски тағын сол, тағын виски еңі сол. Көресің ме? Көрініп тұра. Екі баланың аты екені көрініп тұра. Просто ұйықламаған бүгін түнне егітлер. Руслан, сен кімнің мәзәклерінен күлесің? Әбіре бит қызық жыр жырлады қазір импровизацион. Ультрический. Тағын яңалықлар, Израиль турында менің яңалық бар, бәлекейгіне. Кстати, міне мен шундай наблюдением бар. Рамилінің бүтін яңалықлары, яки Северный Корея, Южный Корея, Корея турында. Білесің, әбіре, өзің ешіткен едің. Яки Америка турында, ол, понятное дело уже, Америка турында ярата. Оланы сілерге, хам Израиль. Аларның сайтларында отырасың, что ли? Білмейм, нешіктір міне шул хабарлар меңа ашы, что ли? Ну, ең қызық хабарлары шуннан келе. Рамил біздің Израиль, Дүния Кореяның вакалат вакилі. Аңладыңыз ма? Рамилдің көздері шулай. Рамил. Вакилі? Вакил. Вакалатлы вакилі. Жоқ, вакил абы түгел. Вакил абы набираться начал анда. Кстати, Сеулда яши. Давай, яңалыңны. Израиль яңалың. Короче, ол қысқа яңалық. Мына мындай. Получается. Хотын, оқшан, Израильда хотын, иріннен оқшаны қошырса, все, можно подавать в суд. Судқа берерге болады, да? Иә. Шөсе. Пойду хотынға сөйлеймін әлі міне. Хотынға сөйлеймін. Әбіри, сіздің ғойлегізді нешік міне? Оқшар, сендемі, хотындамы, банкны кім тұты? Холодильник. Холодильник һәм склад со строительными материалами. Біздің бүтін ақша холодильникта, суытқышта. Шкатулка. Опки бізді. Дұрыс, бұзылмасын. Дұрыс. Ауада жатқан ақша бұзылау. Соңа көре, дәнмәсін үшін қататығы деньги не пахнут дейлер бет енді. Бұзылмасын үшін шында алып тұрабыз. Любой вақыт, любойыбыз алып кіріп кетала, алып шығып кетала, кіртіп қойала, тығып қойала дегендай, бұташтырып қойала. Ну, короче, вкладывайтесь в мясо. Обязательно, конечно. В мясо, мышцы, мясо. Слушай, мына шундай сұрау. Әгер де сен Әбіри мәсәлән, Давид, шолтыраталар, исәнмісіз, тігілей бұлай, бізде туй мәсәлән, вторник мәсәлән, дүшәмбі болсын, дүшәмбі туй сен еті, әлбәттә, мен бұшын, дүшәмбі туйларыны сирек ясыйлар. Сен айталар, мәсәлән, көпміз, әйдәгіз біз сізге 100 000 төлейбіз. Дүшәмбі күні 100 000. В чем подвох? Дүшәмбі күні 100 000. Но біздің белекейгіне бар, шынды белекейгіне бар, уточнение бар. Поправка. Біз икебіз де иротлар. Сен шынды туйны алып барыр едің ме? Әдерсің алып бармасын. Чисто поугарать. Радужный туй. Уросай могло получить и поугарать, а что нет-то?
Yok ol. Самое главное, чтобы ikisi de татар болсын. Пандемия вакытында bir сериал карый башладым. Как избежать наказание за убийство деп. Бұл бетінде сериал түгіл, бұл недері план шекілді әбірей. Ең қызығы білесің бі, хотыны кірі, әбірей қарай шынды сериал как избежать наказание. Да, хотыны толашқаннан соң хотыны кірі, и әбірейінің как раз үгі художественном фильме Как избежать. Егітлер, екінші күні әбірей кірі хотынына янына, а хотыны қарай, почему женщины убивают? Шонды сериал, бик қызық, кстати. Почему женщины убивают? Вот, сөйлей башладым. Бұл сериалны бір ел әлік хатын өзі қарадым. Яңа бір ел бойы тақып жүрдім. Әйді қара деп. Сериал американский ABC-нікі ма, BBC-нікі ма хатırlamайм. Енді, короче, но мында... BBC-нікі. Бұл сериалда зәңгерлер де бар, сериалда лесбиянкалар да бар, зәңгерлер лесбиянкаларының постельный сценалары да бар. В общем, бірінші сериясын қарағанда ир ат белән ир атның убыкканын күрсәтәләр, крупный планын күрсәтәләр. Шуның кадәр дәрәҗәдә тончыга күсасым килеп күңелләрен булгарып карадым. Анасын әкренләп тегене кіріп киттең. Үшінші сезон привыкаешь, еләнеп бетәсең буларны. Ана сен инде дусларыңны чакыра башладың. Достым Рамил. Қараймыз. 4-ші сезонға келіп жеттім, я уже начал понимать, что я толерантный человек. Я говорю, кіріп киттің, уже тігі. Молодец, әбірей. Қазір тігі, орамда ират білән иратын бұштыра екен, настолько тігі, просто тігі, янларынан өтіп кетірген бір сөзді әйтмейінше өтіп кете алам. Руслан, сен қазір ғафу сен қазір шу айтырып айттың әбірей әймі молодец әбірей, молодец деп тіге. Әйтемен әсәл шекілі молодец әбірей, сен де қазір біздің білән. Сен де қазір біздікі. Бұлдырдың әбірей, сен тіге бізге баршың, қазір сен Егітлер, көз алдыңызға кетерегіз. Әбірей тіге камераны бұрадағын, тегінде Хамай білән Рамил Шарафиев ұбышып. Ұбышып ұтыралар. Әби дейм, Әбри, біләсің ма нешләп мен Қозанға қаштым? Әби. Чөнки Руслан. Анарасын айтырмын. Бүтін интриганы бітірдің ендіға. Ну, нәрсе ол, Руслан. Русланның толерантность повышенная. Руслан, Венераның жырындағы тұман шекілді. Руслан, сенің толерантность повышенный, ме? Значит, білән эт урамда тегіл айтып отырса, сен нормально можешь пройти. Мен не то, что пройду, мен комментировать етай баштым, типа, айда, брат, давай, мында қая барайын да, қаятық, но қаясың, ну, кірмемейтін, ну... Мойнын шлә. Вот, Рамиль уже сөзіні ятлады, но құллана білмей. Хынар вәкилләре вәзғияты білән біргәләп ішләргә керек. Мәғына никакущий, конечно, но мотор. Да, но мотор. Мен әтіге бірәр Кореядан делегация келсем, не шулай әйт ярыма? Біз битінде ауылда яшамадық, шәһәр балалары, ләкин безне жәйгі каникулларға һәр вақыт 3 айға әбиләргә стандартны. 3 айға әбиләргә. Мен бәләкәй бала, 7 яшьлек. Әби инде, біз әби белән яшәдек, бабай кайлар китте тоже, бабай өйдә юк иде. Әби кухняда идән жуган кухняда. Ну, бар бит инде теге авылларда кухня дигән комната, теге студия теге. Миш, да, студия. Миш, тегендә умывальник. Студия. Һәм инде, һәм шул кухнядан по-любому үтәргә кирәк залга. А залда телевизор эшли, нәрсәдер башланды. Мин телевизор карыйсы килә, әби идән жуды кухняда, кертмим залга. Мин теге усалландым инде теге әбигә, теге ашу чыкты дагын, мин әбигә әйтәм.
Пирдун дедім әбеге. Пирдун дедім әбеге. Вторник күнні болды бұл. Вторник күнні болды бұл. Қаменде әбі тігі. Әбі, шимбе әтиенелер қойта бетінде шимбе күнні. Әбі шу сөзіні, короче, исте қалдырған. Шимбе күнні әтиенелер қойтқаш, әниден сұры бұл. Пирдун нәрсе ол, короче. Пирдун сөзі татаршаға нешік тәржіме етіледі. Әні күле башлады енді, ұсырақ деді енді. Әбі өзі де күле башлады. Бүтін күші күлді. Мен әләкмәді енді. Күлдірдің. Күлдірдім әйе барысында. Сен, получается, жиде яшта уже күлдіре баштадың. Сен уже жиде яшта күлдіре баштадың. Юморист уже, жиде яшта. Понимаешь, сен карьерың баштадың. Әбі бик қызық. Ол вторниктан шимбеге қадар шул пирдун сөзін. Көз алдына кетіресің ме? Рамил, көз алдына кетіресің ме? Иртан ойынып кетеді так. Пирдун да ұянып басқа керек. Пирдун. Естер қалдыра керек бұл сізді. Ең қызығы бірер сорықларға бетінде исім бермейділер. Көбісінше бетінде сиырларға исім береділер. И ол сорықларға, пирдун, айда кел мұнда. Мен қазір ойладым, бәрәнлерге пирдун исімі келішмей. Пирдун исімі отларына келіші. Отлар. Да, от. Егітлер, біздің топшыру шулай тамамланырға тиеш. Біз барыбызда 3-4 и... 1, 2, 3. Ярый, әбри, бик зор рахмет сыңа. Біздің білен вақытты өткәрдің, бик қызық болды. Рахмет әбри. Егітлерге Татар радиосына сәлем. Татар радиосын... Әбри Хабриев, Рустам Каримулин, Руслан Харисов. Міне, Хам Рамил Агдиев дейді әлігіні әбри. Бұл мультикларда сыман мен аны подзвучить еттім. Силер.